Таксист келіншек. Әр алуан тағдырлар бар. Бір күннің өзінде талай адаммен сапарлас, кейбірмен дәмдес болып тілдесіп те қалатын кездерім көп. Бір-біріне мүлде кереғар, өмір сүріп жатқан замандастарымды тану, біле түсу қызық. Кейде ой салады, мұңға батасың, таң қаласың, әйтеуір бей-жай қала алмайсың. Қызыл күрткесі бар, қызыл көлікті келіншекпен кездейсоқ таныстым. Күзде. Бәлкім мен үшін кездейсоқ болып көрінгенімен, жаратқан жолықтырып тілдестіріп тұрған болар. Өмірде кездейсоқтық деген болмайды деп жатады ғой білгіштер. Сол күні бірге оқыған кластас құрбым үйіне қонаққа шақырған еді. Қалаға жету үшін жол жиегінде қол көтеріп тұрдым. Ол отырыңыз деді. Жеткенше жолаушылардың бірі мініп, бірі түсіп жатты. Рөлдегі жас келіншектің есімін сұрамадым. Ойыма да келмепті. Бірақ таксист екенін білдім. Жанында 3 жас шамасындағы қыз ойнап отыр. Қара торы, арықша келген, оның мінезі ашық жарқын болып шықты. Екі аралықта таксист болып, күнделікті адам тасисыз ба дегеніме еш тыржиған жоқ. Әйтпесе не шаруаң бар сенің дегенді қабағымен ұқтыратындар да бар емес пе? 2 балам бар, үлкені мектепте оқиды, кішкентайым осы деп жанындағы қызды көрсетіп қойды. Таңғы 8-ден көлігіме отырамын, содан кешкі 6-ға дейін түспеймін. Таңертең ұлымды мектепке апарып тастап, сабақтан шыққанша қала мен ауыл арасындағы бірнеше рет қатынап үлгеремін. Баламды алып, үйге апарып тамағын жылытып беріп, қайта таксовать етуге шығамын. Қызымды түске дейін ғана алып жүремін. Қарайтын адам жоқ. Түстен кейін ұлым қарайды, қарындасын. Сосын көлік кептелісі басталғанша кешке дейін алаңсыз адам тасимын дейді. Діттеген жеріме жеткенше көкейде күйеуі бар ма екен, қандай адам, мүмкін ажырасқан болар деген сауалдар қабат-қабат келіп тұрды. Такси пұлды төлеп таксист келіншек екеуміз жылы қоштастық. Құрбымның үйіне барып, қонақ болып қайттым. Қызының туған күнін сылтау қылып, бас қостық. Әдетімше кешкісін ойланып жатырмын. Күні бойғы көргендерім көз алдымнан тізбектеліп өтеді. Зарина құрбымды бұрынғыдай емес, тұрмысқа шыққалы сирек көремін. Бірақ байланысымыз үзілген емес. Әйтеуір телефонмен болса да тілдесіп тұрамыз. Екеуміз де 1 жылда тұрмысқа шықтық. Жігітінің ауқатты екенін кездесуге келгенде көлігінен, әперген сыйлықтарынан, тамақтанған мейрамханаларынан ақ байқайтынбыз. Үйлену тойы өте жақсы өтті. Олар алғашқы жылы күйеу жігіттің көп қабатты үйлердің біріндегі пәтерінде тұрып, екінші жылы коттеджге көшті. 3 қабатты зәулім үй, жанға керектінің барлығы сол кең ауладан табылады. Күйеуі құрбыма жап жаңа көлік әперді. Үй күтушісін жұмысқа алыпты. Өзі жұмыстан шықты. Күйеуінің табысы жетіп артылатын көрінеді. Айтуынша қаладағы үлкен бір базардың иесі. Құрбым 3 жылда 1 ұл, 1 қызды өмірге әкелді. Балаларын бала күтушісі бағады. Оның жалт-жұлт еткен алаңсыз өміріне қызыға қарайтын болдық. Біз 1 ай жұмыс істеп тапқан табысымызды ол тек қара басының күтіміне жұмсай салады. Сұлулық салоны, спа салон, бассейн, массаж, фитнес, дүкен аралау, сырттан ас ішуі ақшасының басы көзіне қарай қоймайды. Байдың ақшасы болса да ішін күйеді екен. Ал әңгімесі Динара құрбым тойға шақырсам да келмеді. Миллионға шуба сатып алдым, күйеуім айфон сыйлады, машинемді ауыстырсам деп жүрмін. Мені қызығанатындардың іштері күйсін. Олар менің фотоларыма лайк басып Өткенде ғана көшенің төменгі жағында тұратын көрші келіншек Гүлзатты көріп қалдым. Қызын мектептен алып келе жатқан бет екен. Азып қарайып кеткені көрініп тұр. Ауырып жүрсің бе дедім. Мұңды жымиды. Жоқ, жақсымын. Тағы да көтеріп қалыппын. 3 баладан кейін демалсам деп жүредім. Өзім байқамай қалдым деді. Күйзеліп тұрған оған. Алла әр баланың несібесін береді ғой. Дендерің сау болсын деп жұбатқан болдым. Пәтер жалдап жүріп өзім жұмыссыз, күйеуімнің шамасы келмей жатыр. Біраз депрессия болып, жылап-жылап көндім жағдайға. Қалпыма кеп қалдым, қайтем, пәтерге қанша төлеп жүрсіңдер? Ай сайын 20 мың. Жақында бір жұмыс таптым, күйеуімнің бір жағына шығайын дедім. Аптасына 1 рет барып байдың үйін жинаймын, 5 мың теңгеге. Жақсы болған екен, денсаулығын көтерсе деп қоштастық.
Арада 3 ай шамасында уақыт өтті. Тағы да көшеде такси тоқтатып тұрмын. Тағы сол қызыл күрткелі, қызыл көлікті келіншек тоқтады. Жақынымды көргендей қуанып кеттім. Шашында сол алғаш көргендей буа салыпты. Қызы да жанында ойнап, анасының күндік табысын салатын ыдыстағы ақшаларды сыртқа шығарып отыр екен. Мынаның бәрі сенікі, бірақ шашпай, я? Мен оны күні бойы еңбектеніп таптым деді. Деп қояды қызына. Бірнеше ай бұрын сізге мінген едім, дереу таныдым дедім. Күлді, біраз әңгімелестік. Жұмысым осы, пәтер алу керек, үйленгелі 11 жыл өтті. Әлі баспанаға қол жетпей жүр деді. Күйеуіңіз бар ма, жұмыс істей ме дедім. Орайы келгенде, я деп, кідіріп сол жағындағы бағдаршамға ұзақ қарады. Просто ол кісінің жұмысы көп, жалғыз шамасы келмейді деп әңгімені жылы жапты. Бұл жолы да есімін сұрамадым. Оны білу маңызды да емес қой. Ғаламторға кіріп, WhatsApp'ты шолып шықтым. Группаластардың ортақ тобына біраз хабарлама жиналып қалыпты. Олар жапа тармағай биыл жастар жылымен бір-бірімен құттықтап жатыр екен.